Сәлем баршаңызға. Осындай етсіз котлет жасағыларыңыз келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттар: 1 пиала гречка, 1 сәбіз, 1 пияз, 3 картошка. Гречканы су құйып, үстіне кішкене тұз салып, осылай пісіріп аламыз. Картошкамызды осылай турап, үстіне тұз салып, оны да отқа қойып пісіріп аламыз. Пиязымызды осылай турап аламыз да, ал сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Осылай теркадан өткізіп аламыз да, ал пиязымызды сковородкаға май құйып, осылай қуырамыз. Үстіне сәбізімізді салып, тағы да қуырып аламыз бірге. Үстіне кішкене тұз салып жібересіздер, тағы да кішкене қуырамыз. Міне уже дайын. Енді барлығын ыдысқа салып, блендермен езіп аламыз. Егер де блендер болмаса, қолмен немесе қасық, вилкамен де езуге болады. Барлығын осылай езіп аласыздар. Міне осындай болып шықты. Енді гречканы еземіз. Міне осылай гречкамызды езіп аламыз. Міне осындай болды. Енді барлығын салып біріктіреміз. Осылай барлығын саламыз да, тұз бұрышымызды саламыз. Сосын қолымызбен жақсылап тағы да біріктіріп аламыз. Осылай. Сосын қолымызбен котлеттерді формасын жасап, осылай дайындап қоямыз, пісіргенге ыңғайлы болу үшін. Міне осынша котлет шықты жаңағы заттардан. Қызып тұрған сковородкаға май құйып, осылай котлеттерімізді салып пісіріп аламыз. Міне өте оңай, әрі тойымды тамақ бұл. Жасап көрсеңіздер, өкінбейсіздер. Барлығын ұнайды, себебі мен жолдасыма, балдарыма қатты ұнады. Жасап көріңіздер осы рецептпен. Сосын маған результатын айтыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, алда көп видеолар салатын боламын. Міне қараңыздар, кәдімгі ет сияқты. Жасап көріңіздер, ас болсын.